Саламатсыздарбы, тынчсыздарбы, амансыздарбы, барсыңарбы, жүрөсүңөрбү, отурасыңарбы, турасыңарбы, эмне кылтасыңар, амайлы. Кыскасы тынчсыңарбы? Мен өзүм сөзүм баштардан алдын бир нерсени аныктап алайын. Эми биз тамадалар иштейбиз го, анча-мынча. Тойлордо жүргөндө бир суроо беребиз. Бул суроо өзү мындай кызык, тамашалуу болуп чыккан табышмак. Бирок чукул ойлонуп көрсөң жакшы нерсе экен. Мисалы үчүн тойлорго барганда угасыңар, аял кишинин жакшы көргөн тамагы бул не? Мээ дейт. Молодец. Биtta мээси жок айтты да, мээ дейт го. Чын. Бул эми тамаша иретинде ойлоп табылган табышмакта аял кишинин жакшы көргөн тамагы бул күйөөсүнүн мээси дейт. Мына карагыла. Эгер ушул нерсени чынга айлантыра турган болсок, өтө страшный нерсе экен бул. Элестеткиле, аялдардын баардыгы күйөөсүнүн мээсин жеп калса, онда биздин депутаттардын аялдары ачык отурат экен азыр. Жейин десе мээ жок да. Мына мисалы үчүн менин мээм жесе любой адам семирет. Себеби билесиңер, биринчиден мээ чоң. Баш чоң болду, мээм чоң болот да. Экинчиден бул мээ биттем иштетилбеген. Свежий, бүтүн бойдон турат. Анча-мынча тамашада кичине идея табында иштетилген болушу мүмкүн, эсепке кирбейт. Мисалы үчүн азыр калыбек чыкты го. Калыбектин мээсин жеш үчүн биринчи сууга бишириш керек. Кийин суудан алып туруп, майга кууруш керек. Майдан чыгарып туруп чокко дымдаш керек тагын. Ошондой эм уксуз кошуп жебесең, ашказаң сиңире албайт онун мээсин. Таштан каттык да бар. Ак тилек таңыздар, а? Ак тилектин мээсин жегенден көрө калыбектин мээсин кам жеп койгон жакшы. Рахмат. Рахмат. Ышкырбайлай кой, тушакты булгап коюшуң мүмкүн. Тайырды тааныйсыңар, өзү мындай тыккан балага, тез тарамыш балага онун мээсин анча-мынча кара адам жей албайт. Жаштар жеши мүмкүн, тиш каттыктар. Себеби онун мээси резинке болуп калган да. Каттык мээси эм тоже. Мына кадыр экенин көрүп турасыңар, бул кишинин мээсин тамак сыяктуу жесе болбойт. Тамактан кийин десерт жейсиң, ошондой жеш керек. Чырайлуу мээ да. Мына Йома бургерди тааныйсыңар, Йома бургердин мээсин десертке эм болбойт онуку. Онуку мээси жаңакча эле бар. Ошо ооз тиесин жок. Жок, мээ жок. Себеби бургер ойлоп табамын деп мээсин иштетип жеген. Мына мисалы үчүн Элдер акабыз отурат. Элдер акабыздын мээсин жебеш керек, только подарка кылып бериш керек. Коробкага саласын, жакшына лента коруп туруп, туулган күнүң менен же майрамың менен деп туруп, мына питичкаларды, сердцаларды коюп туруп, жөнөтүп бересиң. Ачсаң эле помпок мээ турат, тамалак. Тамалак апак. Бирок иштебейт деп коем. Мына Абай. Идирис аканын мээсин жебеш керек. Идирис аканын мээсин музейге коюш керек. Бир 1000 жылдардан кийин. Эми жей турганга мүмкүн эмес, мени музейге коесуңарчы. Кийин 1000 жылдардан кийин тарыхта жазылган деп айтат да, бирөө кит келет да, бул мээ кыргыздардын мээси, илгери аялдар мээ жеген, только ушуну алып калганбыз, бир уруктукка дейт да. Угуп атасаңар, мына Эрнест Кулназаровдун мээсин азыр тойдо жилик катары тартып атпыр. Уча тартылат дегенде комуз чаңгара деген палваныраак официант чоң табакка аппак мени капка коюп алып жетин келатат го. Кудалар отурат го, Эрнесттин мээси келатат дейт го. Той дегенге той эсип кетип кетти, азыр той жакшы болуп калды, уруксат берип, кеңири той болуп калдык. Өткөндө карантинде бекинип тойлордо жүрдүңөр силер дагы. Biz жаман бекин той алып барып койдук. Чын калып экөөбүз бир жерге тойго барып калсак, айтты, администратор азыр милиция кеп калса той токтоп турасың деди. Болуптур эже дедим. Ошондо той баштап атабыз, машиналарды бекитип койгонбуз, сыртын жаап койгонбуз. Тойду баштап эле, ассаламу алейкум деп баштап эле. Бир молла администратор бир семизирак неме экен. Күп келет, ресторан титирип атат. Түп кетип келип токтогондон кийин 1 саат дем алды го. Не болду эже? Токтот дейт. Милиция келатат, шап светтерди тарс өчүрдүк, аппаратураны тарс өчүрдүк, элдер тынычлангыла, айнектен пасыраак болгула, айнектин тагына ушунда отурабыз го. Милиция келип мында карайт, эшик жабык, светтер өчүк, айнектерден караса эч ким жок. Карап, ушундай отурабыз. Ошол маалда баягы ызычы салып аткан жаш балдар эми түшүнөт экен, Чын, ызычы кылып аткан жаш балдар милиция кеп койгондо чурап кетет, ушунда катып калыптыр. Эми ойноп атат да, ойноп аткан жерден катып койгон, аркасынан бирөө буруп алган. Бешара зорга неме атат. Эң кызыгы, мына жака карасам, экиде кайып турат.
Стакан сүзге мөден тұрады бечара. Олардың мақсаты етіш керек, бірақ милиция кетіш керек та. Анан Құдайға шүкір мен болғанда милиция кетті, анан қара тәрс улай өрдік. Тәрс улап тұрлар, шәп-шөп бір нәрсе қылып тұрлар, антыракты бер музыка қойғанда даңғудың ұрып кеткенде бар милиция ұғып қалды, қайра келіп қалды. Қайра антырак болып жатқан жерде елдер билеп жатқан жерден шәп-шөп өтірдік, адамдар билеп жатқан жерде мойнып қайтып қалды. Біреу мынтып кетеді, біреу мынтып кетеді, бір бечара эми сәл шоғырақ болса, кәйірақ білбеймін, бір қызды көтеріп айландырамын дегенде көтерген жерде қатып қалды. О қызам мен маған ұқсас арық болса әм әлі сәмес ғой. Тұрады, тетірек қойған. Милициямда қарайды, үшеден музыка шықты өледі, тиіп қарап қойады. Жоқ оқшайды деп, үшінде бұрылғанда қайра баштай бересіз ғой. Бұрылды, шап жүрді көреді. Милиция үшінде бұрылғанда шүшіп келіп қарасын. Ана милиция кішіне мұндай подозрение қарап қалды, шек қармап қалды даған сәке машинасына барып отырып алды, кетпей қойды. Қайла күтті, кетпей қойды. Ана тойдың егасына барады, не қылады десем, без микрофон баштай береді ақша жүзінде қалды. Болып тұрмын әлі, без микрофон баштай берем, бірақ антырақтығында қылабыз десем, өзің ересіңді дейді. Мен әлі үрде берем, бір молда антыракты ұланды, мана микрофон жоқ әлі, үшінде адамдар айла жоқ, той бүтпайды да. Тойды қылыш керек. Мен ұрды атам, адамдар билеп атады. Светтер өчік қапқаранға, өзі свет жанып қылсам да қыз менен билейсің, досың менен билейсің, еркектер мен еркектер де билеп қойрады екен свет өчіп қойғанда. Өзі зор қырды басам, бітті кәйіп кеп бір, өкекші шоғырағынан қой өрген дейді. Еме, мас адамға түшіндір әлбайсың да, болып тұрғандан кете бермей шоғырағын қойын, шөлі диктен түшті, сәл тез әт қойын, диктен түш. Адамдар тез өп билеп отады. Диктен түш. Өз терлеп кеттім бая жерде, терлеп қиыннан ұрды батсам, жақын дос келіп тұр, әка бітті валис беріп қойың дейді. Валис саған не қыламын? Диктен. Адамдар билеп отады валис, диктен, түш. Отырам. Bir kişi gelip alып тұр, өке мен жер тәуіп едетілем, не қылайын дейді. Әке полға жатып алың дедім, іштен сен тәуіп әлбайсың бана. Жатып алып билерді. Той керек та, той қызық қырғызға. Ошады өлі әлбайсақ, өлігінің үстінде көмген қылып, бір бала шығап келеді. Әке тамада сөзсіз дейді. Мен не oldu? Әке бітті Бішкектен бір ұрчы кеп қалды, түгір бел дейді. Қаяққа тағысын оны? Мәл түгір? Кім өзі десем, Бішкектен жана Шадайып келді ғой дейді. Шадайып келді, о, машинаны көрдің мі? Ошаның ішінде екіте Шадайып отырады деді. Az ұрчың көріп қалса, ұрчыңның дағы, сені дағы, менің дағы, барды қызы қоштып Шадайып дешайды. Шадайған мөден жүрер өзінен. Десем, тойдың асы ұғып қалған ұқсайды, шақырар елші дейді, шақырғанға болбай таға. Ресторан ішіне кел алған, шыға албайыз, басқа бірі кел албайды. Не қылайын десек, видео бұзып бар ғой дейді. Осыдан чалы ұрдай берсін. Боп тұр, арқыдағы ұнады, чалдық. Видео бұзыпта ұрды отады, елдер биле отады. Фаридам, елдер биле отады. Фаридам. Бәрі ұрчы жаны бар да, жаштар барсың арып деді, жаштар дейді ғой. Түнш. Айт мен, кімдер ағырдам, ерден биле затырған, биле болған, десем. Фаридам, жаштар барсың арып, деп қойды. Қанында бар да, жаштар барсың арып, ата жүт барсың арып, жинесім ата жүтқа арып қойған. Ошан мәлі болсын айтып қойын дедім. Негізі, азыр Құдайға шүгір той жақшылықта да кеңірі қылып қалдық, кеңірі биле атасыз. Құдай мұшындай той жақшылықтадан айырбасын. Ардайым жақшылықтада жүреріңіздер. Аман болыңыздар. Дашанбай ұлы Садық. Жақсы ба? Жақсы. Осындай тескермен тұтатын ұшырашам. Ең сонын. Құлантауыз, ең ақырқы қатышушы, бара-бара жашына жараша чоңойтып келетауыз. No Name командасы Икрам Юлдашев. Стендапер. Ассаламу алейкум, қандайсыздар, барыңыздар жақсылар ба? Кепкаңыздан сізден. Салонға жетішпей қалдым деді просто. Жөн тұрбай кепка қармап тұрым. Микрофонды арасылақ қылайын, а? Мен барды командарал гүлдірді, аяқ-паяқ қылды, мен арызданғаны шықтырым. Арызданғаны? Арызданғаны шықтырым. Мен арызданам. Ушу арызым башына bir қолчақ оғылач. Жоқ, қолыңар үшіп атқан болса, жаныңарда маға оқшаш адам болса, башына чауып оғылы. Үн шықса болды. Эми арызымын No Name командасы ұстаттар мені
Elге ужас, ужас, ужас деп танытып, ел мені ужас деп танып қалған. Негізі бұл жашода мен красавчик, симпатичный баламын. Жоқ, елдер брат, гүлбөң, серьезно айтып отам. Красавчик, симпатичный баламын. Мен негізі ел ужасты айырмасын білбей қалды. Ужас мындай болады мына, көрсің бе? Мына ужас. Эми мына жүрегіңе рахат алып, көзіңе күлгісі келсе, мына красавчик сурет көргіле мына. Мына. Жоқ. Маға мани бербегіле, мына то менен көлгө қарағыла, нормально. Өзүздүн мына алайдын жери да. Ушундай сонун жерлери бар, жерибизге кол чаап койгула. Бир баштап берейин. Мен негизи туулганда төрөлгөн дейби, туулган дейби. Ош кыргызчада ушул жерде адашып калам. Бир ушул жерде адашам. Жаныбарларга туулган дейт. Эркек адам баласына төрөлгөн дейт. Мен ошондо кайсыны колдоном? Сен туулганды колдонуп? Жок, мен төрөлгөндү колдоном. Мен төрөлгөндө 7 килограмм төрөлүпмүн. 3 кило эт, 3 кило жүн, 1 кило баш. Анан ушундай красавчик төрөлүпмүн, ушундай сүйкүмдүү төрөлүпмүн. Аялдар талаштыр радомда. Сен багып ал, ма сен багып ал деп. Анан апам эримди, өзүм апам бакты, 40-чы электе айылда звезда болуп кетсем. Бакы аял баласын көтөрүп келет да, күйөөм менен кичине ишим бар эле, балам 2 саат уктатып койгулачы деди. Бүтө карап уктатып коем. Ушинтип апам менен тиричилик кылдык. Бир баланы 200 сомдон уктаттык. Азыркы күнгө 30 жыл мурун азыркы күнгө $200 тура келет. Нормальный тамадан ставкасы. Анан кийин саат 3-кө чыккандан кийин мамлекеттик ишке кирдим Эринсекке. 0,5 ставка менен 3 жашымда 10 саатка ишке кирдим. Абеттен кийин барам саат 2-лерде тиги часта. Эстатымда айланам тополоң кылып уктап алган бала болсо чуркка барып жатып алат. Анан айланып чыгып кетем, ушул бойдон баягы баланы ата-энеси кечке алып кетет ойготуп. Саар турса учук чыгып кеткен, ушу менен садигам жабылып кетти. Анан красавчик боло баштадым, серьезно эле. Мен окуган университеттин жанында мед коллежи бар эле. Бак, акшиор гинеколог кыздар окуйт эле, 3000 кыз окуйт эле. Анын арасында 1-2 мед браттар бар эле. Ушуналар көбөйүп кетти го азыр мед браттар. Анан баягы 3000 кыздын ичиндеги кыздар мени алыстан Шакырхан деп чакырат эле. Шакырхан дейт эле, мына карасам чуркап келет, күлүп мага келгенде манерасы өзгөрүп, кечиресиз пакет деп өтүп кетип калат. Жо, негизи мен Шакырханга окшошмун. Мына ишемесең, койсоң мына. Мына. Мына уш жерден кимиси Шакырхан экенин таап берген адамга 200 сом акча берем. Кимиси Шакырхан? Сол жактагы эмес. Мына уш жерде туруштурушта мен Шакырхандан кайрым кам. Нем кам? Не десин Динка? Ооба, бардык жерим кам деп. Анан кийин мен жаздым эле. Так. Шакырхан чакырды мени. Экөөбүз окшош экенбиз, Икрам бир кеп кет Мумбайга деди. Эскиден таанышпыз, Чорный касса ойноп жүрөбүз да, мына Болливуд, Голливудта баягы мамлекеттеги өтө таанылган красавчик звездалар Чорный кассабыз бар. Брэд Питт, Стивен Сигал, Степхэм, Антонио Бандерас айымдардан ким келет эле? Анжелина Джоли келет, пастан Шакира чыгат эле. Анан драматик Уитни Хьюстон биз менен эле. Ушул жерден таанышып ырдап бер деди, анан хорошо деди, эски бир ырына мен ырдап бердим. Ошол жерде силерге жазган ырым ырдап берейин. Ляны берип койсуңар бул. Goro ki na kalo ki, dünya hai dil walo ki. Aske jiye, aske mare, anje se dil walo ki. Dedi жазып бердим. Анан Шакырханды бетине айттым. Шакырхан бул ырды мен кыргызчадан котордум дедим. Кайсырдан дедилер, кыргызчасын айтып. Birinci kolum barmağım, bir okulga bargamın. Atan var beyey, apan var beyey, aytıp koyçuttan sağa. De burada ben. Emi sözümün ayağında orus bir tuğandarımızdan, yani arasında bir tuğandarımız var da oruslardan ele. Alardın makallaka menen sözüm bütüröйүн деп чечтим. Главное не внешность, а душа деп эле. Анан могу акыркы күндөрү бул жакшы эле сөз, күлдүрбөйм болду деп коеюн. Бул жакшы эле сөз акыркы күндөрү мындай сырткы келбетине расход кылып, чаптап,
операциялар жасап ушундай кылган адам, аялдар, эркектер көбөйүп кетти. Ошолорго мен кайрылайын. Ошо расходдун жарымын душага калайлы. Рахмат.